Дәл осындай видеоанимациялық роликтерді жасау үшін ең бірінші Google-ға кіріп, Gemini AI сайтына кіреміз. Бірінші тұрған сайтқа кіріп, информатика пәніне байланысты қажетті термин сөздерімізді іздеп тауып аламыз. Келесі Canva сайтына кіріп, осы элементтердің ішінен видео элементіне кіреміз. Бірінші тұрған элементті басып, ары қарай Gemini'ға кіріп, қайтадан кейін ақпарат сөзін аламыз. Шрифттар бөліміне кіріп, өзімізге қажетті шрифті таңдап А деген әріпті жазамыз. Астына ақпарат сөзін жазамыз. Элементтерге кіріп, информация деп жазамыз да, графикасын тауып алып, осы жерге қоямыз. Дәл осы видеоны көшіріп аламыз да, Б деп браузер деп өзгертеміз. Ары қарай графикасын өзгертеміз бұл жерде. Шрифттардың түсін өзгертуге болады. Пипетка арқылы, яғни браузер суретін графикасын қойды. Дәл осы видеоны көшіріп аламыз да, келесі Gemini AI-ға кіріп, термин сөзіміз келесі D, яғни диск болды. Элементтер бөлімінен, яғни дискінің графикасын тауып, шрифттарды өзгертіп, түстерін үйлестіріп алуға болады. Дайын болған үш бетті біз поделиться бөліміне кіріп, PNG форматында сақтап аламыз. Яғни бізге үш страницасы да керек, сақтап аламыз. Ары қарай біз файлдар бөліміне кіреміз де, жаңадан дизайн создадетеміз, қайтадан видео форматына өтеміз. Бұл жерде приложение бөліміне кірген кезде поискқа speed, paint деп жазып аламыз. Осы логотипті басып, жаңағы жүктеп алған суреттерімізді осы жерге қоямыз. Бұл жерде қанша уақытта сурет салу керек, қанша уақытта бояп береді, яғни қол анимациясын кез келген таңдап Animate Image батырмасын басамыз. Яғни бұл жерде кішкене күтеміз видеоны. Дайын болған жаңағы PNG форматтағы суретімізді осындай видео түрінде бізге жасап берді. Үлкейтіп аламыз. Яғни қол анимациясы арқылы бізге креативті бейнеролик жасап берді. Келесі бізде Speed Painter деп, яғни жаңа екінші түрі, бұл аналогы. Келесі бір PNG форматымызды таңдап, уақытын қойып, жаңағыдай біз генерация жасаймыз. Жасанды интеллект бізге осылай жасап береді ары қарай. Анимация жасаудың екінші түрі Speed Painter деп аталады. Енді бұны сақтау үшін поделицияға кіріп, скачать батырмасын басып, бейне ролик түрінде сақтаймыз. Яғни жүктелініп жатыр. Осы платформалар арқылы сіз бірнеше жұмыстарды сабағыңызда, басқа салада қолдана аласыздар.